Сәлем менің тұрақты оқырмандарым және жаңадан қосылған оқырмандарым, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасыл помидордан дайындалатын қыстық банкаға жабылатын салатпен бөлісемін. Ол үшін барлық көкөністерді салынатын жуып дайындап, өзімізге ыңғайластырып кесіп дайындап аламыз. Бірінші салмасын дайындаймыз. Қырыққабатымызды кубик қылып, бұрыштың ішінде салған ыңғайластырып турадым. Кубик майдалап, баклажанымызды сол сияқты кубик қылып майдалап турап аламыз. Сәбізді теркадан өткізесіз, немесе майда кубик қылып турасаңыз да болады. Сарымсақты осылай майдалап тураймыз. Барлық көкөніс ас көгімізді де осылай майдалап турап аламыз. Шай қасықпен 1 қасық тұз салдым. 70% уксус, шай қасықпен 2 қасық уксус. Сұйық майды 3-4 қасық ас қасықпен саламыз. Жақсылап араластырып, тұзы бәрі араласып еру керек. Соған жақсылап араластырамыз. Салманың аузына жабылатын бұрыштарды осылай кубик қылып турап аламыз. Салманы бұрыштың ішіне салып бастаймыз. Аузын жауып шығып кетпеу үшін. Осылай бәрін бірінші бұрыштарымызды салманы салып дайындап аламыз осылай. Жасыл помидорымызды енді өзімізге ыңғайластырып турап, жуып, турап дайындап алдым мен осылай. Ет тартқыштан өткізіп бастаймыз. Осындай жасыл помидорларыңыздан не істеймін деп отқан қыз келіншектерге осылай мінекей салаттарды жасап, отбасыңызды қуантсаңыз болады. Аскөк, укроп салдым мен. 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант, 1 кесе, болмаса немесе стаканмен 1 стакан сұйық май, 7-8 домалақ қара бұрыш, лабыр жапырағы өзіңіз қалауыңызбен салмасаңыз да болады. Жақсылап осылай араластырып, мінекей дайындалған бұрышқа тығылған салма салып дайындалған бұрыштарымызды осылай өткізілген помидорымызға, жасыл помидор үстіне салып, газге бірге қоямыз. Енді қайнағаннан соң 25 минут жай қайнатып қойып, осылай стерилденген банкімізге салып бастаймыз. Астын газын өшірмейміз, жай қайнатып қойып, құйып бастаймыз. Неге крышкаларымызды осындай стерилдеп қойып, банкімізді толық ішіне ауалары шығарып, осылай жауып бастаймыз. Неге қыстық салат дайын. Осылай банкаларымызды осылай жауып болғаннан соң орап 3 күн салқындағанша осылай қалдырамыз.